Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Сарыөлең ауылында орналасқан Аңсар шаруа қожалығы аграрлық салада 2015 жылдан бері еңбек етіп келеді. Оның қызметінің негізгі бағыттары өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы. Бүгінгі таңда кәсіпорын қарамағында 4000-нан астам ауыл шаруашылығы алқаптары, 650-ден астам ірі және ұсақ қара мал бар. Енді бұл хозяйство негізі уже 10 жылдан асып кетті. Істеп отырғаны. Басында жай сиыр болған, жай сиырға бұқадар әкелді, қызылғасқа, ангустан әкеп, сөйтіп қызылғасқа шығарды. Казахский белоголовый дейді ғой, содарды шығарды. Одан кейін мынадан көрейік деп, өкіметтің қолдауымен Герифорд тасырайық деп, содан Ресейден осы Герифорд тұқымдас сиырды әкелді. Өкіметтің субсидиясын береді. Оның бәрін ана жақта бухгалтерия недер бар, олар өздері қағаз жүзінде солар істеп отыр. Соның субсидиясын алады. Енді әкелген малға субсидия төленеді. Кәсіпорынды қаржыландыру аграрлық несие корпорациясының көмегімен қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша 80 миллион теңгеден астам сомаға несие беру арқылы жүзеге асырылып, бұл 180 бас Герифорд тұқымды ірі қара мал басын сатып алуға мүмкіндік берді. Басшылығының Герифорд тұқымды ірі қара мал басын өсіру туралы шешімі кездейсоқ болмаған Аңсар шаруа қожалығының дамуында мұндай қолдау түрі аса маңызды рөл атқарды. Бұл жануарлардың бітімі күшті, төзімді, етті тұқымға жатады. Герифорд салмағы көбірек енді біздің қазақи сиырдардан уже салмақты болады, жүріске төзімді. Сосын осын таңдадық. Басында ойладық, ангус әкелейік пе деп, одар жүріске онша көп жадай алмайды екен. Мынау біздің жайлау алыстау болып тұр, жазда жайлауға шығып кетеді ғой. Соған жүріске мықты, төзімді мал деп. Қазіргі уақытта мал басы таңертеңнен кешке дейін шаруа қожалығының жеке жайылымында жайылып, арнайы базада қыстайды. Ол үшін жұмысшылар қажетті жем-шөпті дайындап та қойған. Шаруа қожалығы сиырларды өсіріп, көбейтіп, жергілікті мал өсірушілерге өткізіп, сатуды жоспарлап отыр. Кәсіпорынның өзі асыл тұқымды мал өсіретін шаруашылық мәртебесін алып, өсімдік шаруашылығын дамытуды көздейді. Осы жоспарлардың барлығы қазірдің өзінде агроөнеркәсіптік сектор саласында лайықты орын алуға көмектесе отырып, белсенді түрде іске асырылып жатыр.